Салам алейкум, жеги, қалайсыңдар? Қалайсыңдар, достарым? Салам алейкум сізге. Что там, әкелдің ба? Конечно, родной. Ай, красавчик, красавчик. Без сигарет, жизнь без века деген бар. Еба, родной, сені шарақлысың. Ой, красавчик. Әңгіме айтында ұқсайды? Примерно 10 бет алсың. Солай жатқан. Соңға бір Мацкал. Братишка! Бетгеш! Сен көзге түрткі жүгіре бердің ғой. Салам алейкум. Қатты спортпен шұғылданып қоясың ба не? Жауап бұйырса спортсмен боламыз. Салауатты өмір салты дейсің ғой, Солай десек те болады. Жүріңдер, бірге барып спортпен айналыспадық па? Жүрегін сол жүгір. Спорттан гөрі осы көшеде отқан жақсы па емес пе? Жарайды, өздерің біліңдер. Бірақ мен сендерге бір сөз айтайын. Тыңдаңдар мені жақсы. А что, тыңдамасақ ше? Жігіттер, тоқтай тұрыңдар. Давай тыңдап көрейік. Денсаулықтарыңа зиян келтіретін әрекет жасап жүріңдер, дұрыс емес. Уақыттарың бәрібір ауаға кетіп жатыр. Ақыл айтатын не, шал болып кеттің бе не? Сақалсы ажымшы шал дейсің ғой. Бірінші ақсақал тыңдап көрейік. Сәл бір ақыл айтқанға шал деп мазақ етіп жатсыңдар. Сендер білесіңдер ме? Осы біздің байтақ жеріміз, тәуелсіз еліміз қандай маңдай термен ата-бабаларымыз бізге қалдырғанын. Біз сол ата-бабаларымыз арқылы осындай әдемі, керемет жерде аяқ басып өмір сүріп жүрміз. Сендер не істеп жүрсіңдер? Бұрыш-бұрышқа тығылып темекі шегіп жүрсіңдер. Бұл дұрыс емес қой. Өздерінің де денсаулықтарына зиян. Оны қоя тұрыңдаршы. Димаш Құдайберген, Геннадий Головкин ағаларымызды қараңдаршы, қандай жетістікке жетті. Біздің елімізді күллі әлемге танымал етіп жатыр. Сендер де сондай бола аласыңдар. Ол үшін сендерге бұл осы жаман тілектерді қойып, салауатты өмір салтымен өмір сүру керек. Ол үшін спортпен айналысып, өз-өзіңді қолға алу керек. Жа, кеттік біз спортпен айналысайық. Мә, жестко айтты. Құрметті жас ұрпақ, салауатты өмір денсаулықтың кепілі. Өз денсаулығыңа үлкен жауапкершілікпен қара. Фильмге түскендер Жданов орта мектебінің 8-ші А сынып оқушылары. Жанділдин Санжар, Мамырайым Нұрсая, Бақытжан Ислам, Байсултан Рамазан, Жеңіс Абай және Қаражан Жантілес.